Бәріне сәлем, бүгінгі видеода біз идеальный домашний печенье жасайтын боламыз. Толық рецептісін описание бөлімінде тастаймын. Ол үшін бізге комнатный температурада тұрған сливочный май қажет болады. Және де 2 дана жұмыртқа. Одан кейін разрыхлителімізді себеміз. Қантымызды қосамыз. Қантты азырақ та, көбірек те қосуға болады. Сосын ұнымызды ситадан өткізіп, осылайынан қосып шығамыз. Одан кейін барлығын осылайынан жақсылап тұрып араластырып, қамырымызды елейміз. Бізде осындай өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Бұл қамырды бірден ұн сеуіп, жайып, печенье жасай беруге болады. Мінекей осылайынан өте жұмсақ, өте жұқа емес, өте қалың емес етіп жасаймыз. Және де көмекшімізді шақырып, осындай әдемі формочкалармен барлық печеньеларды басып жасап шығамыз. Барлық печеньеларды противенге пергамент қағазын төсеп қойып шығамыз. Егер де пергамент қағазы болмаса, мен секілді осындай печеньеларды қоя беруге болады. Противенге жабысып қалмайды. Мінекей осылаймен печеньеларымыз біздің дайын болды. Осылайынан жасап шықтық. Енді бұны 180 градусқа 20-25 минут пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, әрі дәмді печенье шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.